Сәлеметсіңдер ме балалар? Бақыт деген осы шаттық шеңбері, тұрайықшы қол ұстасып кел бері. Іші Иман қолғап бар, арада жоқ тоңмақ бар. Батыста қалың алақай, біз тоңбаймыз алақай. Оқушымның барлығын сыйлап жақсы көремін. Алақаным арқылы жылуымды беремін. Ал балалар, енді осы жақсы көңіл күймен орнымызға отырамыз. Әлгі балалар, маған еді, үй тапсырмасына не бердіңдер? Тапсырмайда ғой? Тапсырмасына кешегі өткен бір қырғафта қалып қою тақырыбына арналғанда 9-шы жаттығуды бердім. Жақсы. Үй тапсырмадан қандай кедергі болды сендерге? Үй тапсырма қиын болды ма? Балалар, біз ойын ойнаймыз, иә? Осы ойында кім жылдам жауап береді екен маған? Яғни кішкене біз көбейту кестесін есімізге түсіреміз. 6 жердегі 9-ым. Жақсы, даусымыз қаттырақ шығарады. 8 жердегі 7-ім. Жақсы. Күлсезім айтады ма? Ал, кім маған айтады? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Асылбек айтады. Түнгі уақытта қуып жету және қалып қою қозғалыстан. Өте жақсы. Олай болады, осы сабағымыздың мақсаты қандай деп ойлайсыңдар? Кім айтады маған сабағымыздың мақсаты? Ал, Кәусар айта ғой. Бір бағытта қуып жетуге және де қалып қоюға берілген есептерді шығара аламын. Шығара аласыңдар сабақтың соңына дейін. Яғни біз кешелі бері осы тақырыппен жұмыс жасап жатырмыз. Олай болатын болса, балалар, қазір мен сендерге топтық жұмыс беремін. Әр топқа өздеріне арналған жұмыс беріледі. Яғни сендер топтық жұмыстың алдында балалар, мына жерге қарап, кішкене есімізге түсіріп жібереміз. Яғни қозғалысқа берген есептердің формуласын есімізге түсіріп жібереміз. Қарап ойыңдаршы, мынау қандай қозғалыстың формуласы екен? Нариман айта ғой. Өте жақсы, бір-бірінің қуып жету қозғалысы, яғни қандай амалмен шығарылады екен? Алу арқылы. Және ең соңындағы формула қандай екен? Әлшер айта ғой. Қарама-қарсы бір нүктеге келу. Қарама-қарсы, яғни, дұрыс айтасың, қарама-қарсы жақындау қозғалысын табу балалар, жақсы. Олай болатын болса, әр топқа мен қазір бүгінгі сабақтарыңды мынандай фишка, бағдаршамның көздері арқылы бағалап отырамын. Әр жауаптарына осы фишка арқылы жаңағы бағалап отырамын сендерді. Қазір топтық жұмыс, әр топқа өзіне тиісті жұмыс беріледі. Яғни сол жұмысты тып-тыныш отырып атқарамыз. Бұл жерде формулалар берілген, осы формулалармен байланысты қозғалысқа есепті шығарамыз. Тоқталамыз балалар. Екінші топтың шаңырағы құрылды, өте жақсы. Бірінші топтың да шаңырағы құрылды, жақсы. Топтың бойынша бірінші машиненің жылдамдығы 60 км/сағат, ал екінші машиненің жылдамдығы 40 км/сағат. Қашықтығы белгілі, уақыт белгісіз. Шешуі 60 км/сағат, алу 40 км/сағат. Мәні жұмаға тең болады. 200 км-ді 20 км/сағатқа бөлеміз. Мәні 10 сағат. Жақсы. Жақсы көрсетеміз. Нариман. Екінші топтың бойынша бірінші жылдамдық 25 км/сағатына, екінші жылдамдық 35 км/сағатына. Қашықтығы белгісіз, уақыты белгілі. Шешуі: бірінші жылдамдыққа екінші жылдамдықты қосамыз.
мәні 60 км сағатына болады. 60 км сағатына 4 сағатқа көбейтеміз. Тең жауабы 240 км болады. Жауабы қашықтығы 240 км. Жақсы балалар. Мәні тексереміз балалар, қараңдаршы. Мәні дұрыс па екен? Басқа топтар бағалап қарап отырады. Қатесі кетіп қалмасын. Әліші. Ең бірінші жылдамдық 70 км сағатына. Екінші жылдамдық 50 км сағатына. Біз қашықтықты табамыз. Жауаптарың дұрыс екен. Дұрыс. Формуланы дұрыс қолданғансыңдар. Олай болатын болса, алар барлықтары дұрыс болатын болса, біз осы топтың жұмысын бағалаймыз. Яғни 3 топтар қатесіз орындаған екен. Біз балалар не істейміз? Бір шапалақ ұрып қоямыз. Өте жақсы. Ал қазір балалар оқулықпен жұмыс жасаймыз. Яғни оқулықта берілген 3-ші есепті тақтаға шығарамыз. Қайсылар шығарғысы кеттік? Келе отырсыздар. Шартын оқимыз. Қысқаға мазалы жоғалтып алғанның оралды. Олардың ара қашықтығы 50 метр болғанын байқады. Олар бір уақытта жүгіре жөнелді. Марғау 5 метр секундында жылдамдықпен қашықтықты ал қыз 7 метр секундта жылдамдықпен қуды. Неше секундтан кейін қыз марғауды қуып жетеді? Жақсы. Біз ең бірінші сызбасын сызамыз. Жұмысын бағалаймыз. Біз ең бірінші 7 метр секундынан 5 метр секундтаны аламыз. Енді біз 2 секундтың 20 метрге бөлеміз. 20 метр не екен сенде? 50 метр ол қыздың жүгірген қашықтығы. Ана қашықтық. Енді жауабын жазамыз. Жауабы 25 метр. Бәлкім қол белгісін көрсетіп қойыңыз шотаға. Жарайсың достар. Олай болатын болса, келесі есепті, яғни 4-ші есепке күн шығады. Қайына шығады? Жақсы, қайына жазарыңыз. Шартын оқимыз. Бір мекенді елді мекеннен бір уақытта бір бағытқа қарай 2 өрт сөндіргіш машина жолға шықты. Бірінші машина жылдамдығы 70 км сағат. Екінші машинаның жылдамдығы әлі белгісіз. Дұрыс, яғни біз екінші V2 болады. V2 болады. Яғни V2-ні біз табуымыз керек. Бірақ бізде қашықтығы 40 километрге. Яғни қашықтығы белгілі. Ал уақыты 2 сағат. Уақыты 2 сағат. Дұрыс. Енді шешуі. Біз бірінші жылдамдықтың формуласын есімізге түсіреміз. Дұрыс. Жылдамдық тең қашықтық бөлу уақыт тең 40 бөлу 2 тең 20. Екінші біз жылдамдық қашықтығының формуласын есімізге түсіреміз. Өте жақсы. Тең
Бірінші машина 90 км жылдамдықпен жүрді. Өте жақсы. Толық жауап берді балдар. Жүрді. Жарайсың, Карина. Каринаға қошып қала. Өте жақсы. Каринаның фишкасы. Жазып аламыз, балдар. Дұрыс. Есебі, е? Және есебін көшірсеңдер болады. Санжар да мәнін дұрыс тапты. Өте жақсы. Балдар, осы теңгелі шығарған екі оқушыға бұл белгісін көрсетіп қоямыз. Дұрыс есептеді. Яғни олардың да фишкасын өздеріне береміз, балдар. Ал енді балалар, біз сергіту сәтін жүргізіп жіберейік. Яғни орнымыздан тұрамыз, сергіту сәтін жасаймыз. Ойымызды кішкене сергітіп алайық. Бізде тағы да бір тапсырмамыз бар. Бұл жерде амалдарды орындалу ретін анықтап, оларды есептеу керек. Тақтаға кім шығады екен? Кім шығады екен тақтаға? Кім шығады екен? Кәусар шықсын. Үшінші қатардан Кәусар шықсын. Бірінші біз жақшаның ішін ойлап аламыз. Жақшаның ішін тамыз. 25 санын бөлеміз 25-ке. Яғни бөлінгішіміз 25, е? Біз 3-тен балы саннан қайырамыз. Өткені 10-25-ке жетпейді. Өте жақсы. Яғни бірліктің астына жаза бастаймыз, е? 25-ті нешеден бересің? 4-тен береміз. 4-тен береміз. Жақсы. 400-дегі 5-ін 20, 0-ды жазам, 2 ойдам. 400-дегі 2-ім 8, 8-ге ойдағы 2-ні қосам. Енді
25 санын түсіреміз. Ой, 2 санын түсіреміз. 25-ке жетпейді, сондықтан 5-ті түсіреміз. 2 сан бірдей түскеннен кейін мәніне 0 қойылады. Яғни бірінші қосылғыш 8.549.600, екінші қосылғышымыз 401. Сандарды дұрыс жаздық, яғни ондықтың астына ондық, бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, және жүздіктің астына жүздікті жаздық. Енді қосамыз. 0-ге 1-ді қосқанда 1 шығады. Жарайды. 0-ге 0-ді қосқанда 0 шығады. 13-тен 8-ді азайтқанда 5 болады. Мына жақта қарызға берген соң 9 қалды. 9-дан 7-ні азайтсақ 2 қалады. 39-ға жетпейді, сондықтан 3-ті түсіреміз. Өте жақсы, 3-ті түсіреміз. Келесі. Енді 6 санын беріп көрейік. Көрейік бе? Бұл байқаусан бұл. 8.550 санынан 50.000 бірден азайтамыз 265-ті. Яғни екеуінің айырмасын табамыз, Жақсы. Біздің 4-ші амалымыз. Жарайсың, осы жазамыз. Біздің де сабағымыз аяқталды. Балалар, мына ББ кестені қолданатын болсақ, балалар, не білгендерің, не білесіңдерің және білгілерің келетіндерің маған айта аласыңдар ма? Ал, қашар айта ғой. Бүгін менің білетінімнің біз бірнеше есептерден қалап шығару жолын менің білгім келеді. Тағы да математика пәнінде қандай тапсырмалар бар екен білгім келеді. Өте жақсы. Тағы кім айтыңдар? Ал, сән жағайта ғой. Күрделі есептерді шығаруды білгім келеді. Өте жақсы. Асылбек айта ғой. Мен тағы да басқа теңдеулерді, күрделі теңдеулерді үйренгім келеді. Өте жақсы. Мына қатарданшы. Ал, Кәусар. Тағы да қандай қозғалысқан есептер бар екенін білгім келеді. Өте жақсы. Мағжан айта ғой. Математика есепте қандай тағы да күрделі есептер бар екенін білгім келеді. Шығарғыларым келеді. Өте жақсы. Кәрін айта ғой. Мен күрделі амалдарды білетін болдым. Өте жақсы. Күрделі амалдарды білетін болдым. Олай болатын болса, күнделігімізді ашамыз да үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмаға нөмірі 9-шы, 10-шы, 10-шы есеп, 45-шы беттегіні жазып қоямыз. Кәнекей. Бұл есепте бүгінгі өткен қозғалысқа берілген және де бұл жерде шартында мәшинелер бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалатындай етіп өзгерту керек. Яғни сөйтіп есепті шығару керек. Формулаларында білеміз, сол формулаларды қолданып, осы есепті ертеңге шығарып келеміз, балалар. Ал енді алдарындағы фишкаларында біз қай топ бүгін жеңіске жеткенін білуіміз керек. Сондықтан фишкаларымызды жинаған біз пиктограммаға орнатамыз. Яғни шығамыз оқушылар. Яғни біз пиктограммаға қарап не айта аламыз, балалар? Қай топ бүгін жеңіске жетті? Екінші топ жеңіске жетті. Олай болатын болса, екінші топ үшін және барлық топтар бүгін белсене қатысқан үшін